әнші композитор Арман Дүйсеновті еске алуға арналған «Ұстазым» атты ән концертіне қош келдіңіздер. Тағы бір жақсы адам кетті. Танымал композитор, продюсер Арман Дүйсенов 48 жасында дүниеден озды. Концертімізді бастамас бұрын үнемі көңілді айналасына шуақ шашып жүретін Су армандарды алынбайтын қорғандарды жолдың өзі жетелейді арман. Жақсылықты жар салғаны, күллі белдің қар салғаны, дүниенің бар салмағы арман. Саят құрып соңғар делген, күй төгіп шырқап жүрген жаса қазағым. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап тілім, баянды боп азат күнің ағын қаймасын. Жаса рухты қалғын, жаса құтты сақын, айдан асып мұты тақын, жаның жүрегімді паналап, күндігімді көріп салып қорғаштап, оқуға түсмен тұратын қалағам. Жолықтырды жарығым бізді мінекей, қоса бір саған жинап жүрдім құшағына
болса бір күн саған жинап жүрдім құшағына сыйғышып. Мәдениет үйінде асық аспан аясында керемет кеш өтті Арман Дүйсеновтың. Өзі ерте кетсе де өлеңі өшпейді, өлмейді, композитор ол. Мен олған нағашы болам, кімсаймын. Ол жем болады бізге. Қытай уағында 40-нан шықпай біздің үйге келіп, мама, папа, әже болды. Біздің үйде өсті. Жатқан жер жайлы болсын. Мәдениет үйіне бәріне көп рахмет, өркендер өссін. Рахмет, күшті кеш болды.